Бейсенбіде денсаулық ережесін естен шығармай бізді күткен көрермен тыңдарман, армысыздар. Қашандағыдай сіздер үшін қызмет қыламыз. Бүгінгі тақырыпта қызықты болар деген үміттемін. Биологиялық белсенді қоспалар турасында сұхбат құратын боламыз. Олай болса, бүгінгі студия қонағымен таныс бола отырыңыздар. Аймағамбет Нұрлан Мақсұтұлы, Қарағанды қаласы Қазыбек ауданы санитариялық эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы. Нұрлан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Енді жаңа айтып жатырмын ғой, биологиялық белсенді қоспалар деген тақырып қызық болатын шығар деп. Олай дейтінім, қазір өзіңіз де білесіз, биологиялық белсенді қоспалар екінің бірінің тұтынысында бар десек артық айтқандық емес шығар. Енді жалпы осы биологиялық белсенді қоспалар дегеніміз немене? Жалпы оның дәрілік заттардан бұл қоспаның айырмашылығы неде? Енді ең алдымен осы биологиялық белсенді қоспалар мен дәрінің айырмашылығын әр азамат, әр адам түсіну керек. Өйткені көбісі қазір мына осы биологиялық белсенді қоспаларды алып, өздері ем ретінде қабылдап, дәрі ретінде пайдаланып емделуге тырысады, өздерін емдеуге. Сондықтан да бұл өте денсаулыққа зиян, өйткені осы белсенді қоспаға сеніп жүріп, өзінің денсаулығын асқындырып алуы мүмкін, ауруын создырып алуы мүмкін, сондай жағдай болуы мүмкін. Сондықтан да биологиялық белсенді қоспаны білу керек. Бұл адамның күнделікті тамақтану рационын толықтыруға арналған өнімдер. Бұның құрамында мынау дәрумендер, амин қышқылдары, минералдар, омега май қышқылдары, пробиотиктер және өсімдік сығындылары, табиғиға ұқсас биологиялық белсенді заттар болады. Бұл әрине дәрілік затқа жатпайды. Биологиялық белсенді қоспаның негізгі мақсаты бұл ағзаға керекті қоректі заттардың орнын толықтыру. Жетіспей жатса, соларды толықтыру. Ал мына дәрілік заттар бұл аурудың алдын алуға, диагностика жасауға, емдеу мақсатында пайдаланады. Енді дәрілерді білесіздер, өздеріңіз олар ең бірінші клиникалық зерттеулерден өтеді. Одан бар оның тиімділігі, қауіпсіздігі дәлелденеді. Содан бар ол мемлекеттік тіркеуден өтеді. Содан кейін барып нарыққа шығарылып, сауда орындарына түседі. Енді дәрілік заттар мысалы, егерде адамда темір тапшылығы анемиясы болса, оған дәрігер темір препараттарын береді емделу үшін. Ал кейбіреулер биологиялық белсенді қоспаларды пайдаланып, құрамында темір бар. Бұл жаңа айтқандай тек рационды ғана толтырады да, ем ретінде жүре алмайды. Бірде-бір биологиялық белсенді қоспа дәрілік заттардың орнын алмастыра алмайды. Енді мынау жаңа айтып отырмыз ғой, жарнамаларда әртүрлі заң бұзушылықтармен шығып жатқан жарнамалар бар. Ол жаңағы осы биологиялық белсенді қоспа қатерлі ісікті жояды, бауырдың функциясын қалпына келтіреді, немесе мынау бір апта или бір айдың ішінде қант диабетін жояды дегендей. Бұның бәрі заң талаптарына қайшы, ол дұрыс емес. Бұл туралы сәлден соң сөйлесетін боламыз. Қазір бізде аздаған үзіліс, әуенді үзіліс, қабыл алыңыздар. Хабарымызды жалғастырсақ, биологиялық белсенді қоспалар турасында сұхбат құрып жатырмыз. Жаңа өзіңіз жоғарыда айтып жатсыз. Биологиялық белсенді қоспалар дәрінден айырмашылық аса зор деп, ол алмастыра алмайды деп. Ол үшін енді кез келген дәріні дәріханадан сатып алғаннан кейін қарасаңыз, қасында барынша толық ақпар тұрады, қарсы көрсетілімдер тұрады. Ал биологиялық белсенді қоспаларда ондай кездестіре қоймайды екенбіз. Енді әрине ол бағана бастадық қой, биологиялық белсенді қоспаларында жарнамасына оқығанда және мынау сатулардан мұқият болу керек. Өзінің сыртындағы қаптамасы бүтіндігінен бастап қарау керек. Одан кейін таңбалануына қарау керек. Таңбалану орыс тілінде, қазақ тілінде міндетті түрде болу керек, мемлекеттік тілде. Онда оның жаңағы өнімнің атауы, өндіруші болу керек, кім өндірген, және де осы Қазақстандағы өндірушінің сенімді өкілі, шағымдарды қабылдауға арналған, сол туралы мағлұмат болу керек. Жарамдылық мерзімі, қай күні өндірілді, оның сақтау шарттары болу керек, және де оның қарсы көрсетілімдері бар ма, болмаса жанама жаңағыдай әсерлері бар ма. Соның бәрі осы қаптаманың сыртында таңбалауында болу керек. Соның бәрін біздің тұтынушылар сатып алар кезде мұқият қарау керек, міндетті түрде. Осылардың бәрі егер
болмаса, осылардың бір екі үшеуі де біреуі де болмаса, онда бұған мұндай өнім сатып алып керек емес. Бірақ көп жағдайда байқасаңыз, жаңағы әлеуметтік желі арқылы тапсырыс беріп жеткізілетін жаңағы белсенді қоспалар сайты отырған қорапшасы да болмайды. Құр құтымен ғана келеді. Қасында ешқандай қосымша ақпарат, қағаз да, басқа да ештеңе болмайды. Осындай жағдайда биологиялық белсенді қоспаны сіздер бір сатылуын бақылайсыздар ма? Әрине, енді бақылау енді өзі әртүрлі кезеңнен тұрады. Бірінші бақылау бұл жаңағы өнімнің қауіпсіздігін бақылау. Енді осы биологиялық белсенді қоспалар Европалық, Евразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттері және біздің Қазақстан Республикасының санитарлық талаптарына сәйкес келу керек. Олар зертханалық зерттеулерден қауіпсіздік үшін тексеруден өту керек. Оның құрамында зиянды адамға қауіпті заттар бар ма? Ауыр металдар, болмаса микробиологиялық ластану, болмаса рұқсат етілмеген компоненттер болмау керек. Осының бәрін осы кезеңде тексеріп бағаланады. Қауіпсіз болса жаңағындай мемлекеттік тіркеуден өтеді. Содан кейін барып жаңағы техникалық регламентке сай болғаннан кейін уже сақтау шарттары заңдылықпен бәрі келісіп, яғни құзырлы орындардан қадағалау бар. Әрине. Әрі қарай әркімнің денсаулығы үшін өзі алаңдау керек дейсіз. Әрине, оны біз бағалап отырамыз. Екінші кезең жаңағы таңбалауын кешіріңіз, бізде тағы да аздаған жарнамалық үзіліс. Сұхбатымызды жалғастырсақ, Нұрлан мырза, жаңа өзіңіз жоғарыда айтып жатсыз, белсенді қоспа мен дәрінің айырмашылығы, жалпы оларға жүргізілетін қадағалаулар, тексерулер. Енді сатуға қай жерлерде рұқсат етіледі Қазақстанда? Енді біздің елімізде сатуға мынау дәріханаларда, сауда желілерінде, арнайы мамандандырылған дүкендерде, интернет дүкендерінде рұқсат етілген. Бірақ рұқсат етілген деп барлық биологиялық қоспалар сата беруге болмайды. Оның бәрі рұқсат етілгендер болу керек. Мемлекеттік тіркеуден өткен, арнайы жаңа айтқан Евразиялық одақтың техникалық регламенттеріне сәйкес, біздің санитарлық талаптарға сәйкес келетін өнімдер, құжаттары бар. Жаңағы осы нарыққа жіберуге сондай құжаттары бар өнімдер ғана саудада болу керек. Дәріханаларда неге халық дәріханадан көп алады? Өйткені дәріханада оның жаңағы құжаттарының сақтау мерзімін, жарамдылық мерзімдерін бақылауда үнемі. Сондықтан да ол дәріхана алған биологиялық қоспалар, олар қауіпсіз деп есептеледі. Екіншіден, халық ойлап қалуы мүмкін, дәріхана сатылғаннан кейін бұл биологиялық белсенді қоспалар дәрі ретінде пайдаланылады деп. Жоқ, ол биологиялық белсенді қоспа болып қалады. Өйткені дәріханада ол дәрілермен қатар олар сатыла береді. Тек өзінің жаңағы қандай адамға керек, соның жанында құрамы ма, не бар, соның бәрін түгел осы тұтынушы сатып алып жатқанда бәрін анықтап, пысықтап көріп алу керек. Жаңа дүкендерде сатылады, супермаркетте сатылады, жаңа пробиотиктер, жаңа омега-3, солардың бәрі сауда желілерінде бар. Онда сақтау шарттар сақталу керек. Мынау өзінің бір температурасы болады сақтайтын, тікелей күннің түсу болмау керек. Сол сияқты өзінің шарттары бар, соның бәрін орындау керек. Интернет дүкендерде оған да рұқсат етілген. Оған да осы талаптар сақталу керек. Интернет дүкендерінің жарнамаларында көбінесе жарнамалар біздің мынау денсаулық сақтау министрлігінің 106 бұйрығы бар. Мына осы мемлекеттік тіркеуге жататын өнімдердің осы жарнамасын жүзеге асыру қағидалары деген. Сонда жазылған жарнама тұтынушыны жаңылыстырмау керек. Дұрыс жарнамалау керек. Мына жаңағы біздің биологиялық белсенді қоспа мынандай аурудан құлан таза айықтырып жібереді, немесе ол жаңағындай адамның салмағын бір айдың ішінде 20 килограммға түсіреді деген ондай нелерді, мағлұматтарды, ақпараттарды көрсетуге болмайды. Бұл заңға қайшы келеді, дұрыс емес. Жарнамалағанда жаңағындай белгілі бір дәрігерлердің, болмаса жаңағындай мемлекеттік органдардың атынан жаңағындай жарнамалауға болмайды. Бұл да қайшы келеді заң талаптарына. Осындай бұзушылықтар болып жатады. Жарнамада әртүрлі оның сыртындағы таңбалануы жоқ, немесе
жаңағындай құрамы көрсетілмеген, өйткені құрамы көрсетілмесе адамның ішіндегі бір компонентке қарсылығы ашар. Бұл қарсы көрсетілімдер туралы жалпы қаптамадағы ақпарат туралы сәлден соң айтатын боламыз. Қазір аздаған жарнамалық үзіліс. Біздің арнаға енді қосылған көрермен тыңдарман болса, биологиялық белсенді қоспалар турасында сұхбат құрудамыз. Жалпы биологиялық белсенді қоспалардың қаптамасында қандай ақпарат міндетті түрде көрсетілу керек? Жаңа бастадық қой, биологиялық белсенді қоспалардың ең бірінші алатын кезде қаптамасынан бастау керек. Ол бүтін ба, сақталған ба, екіншіден таңбалану дұрыс болу керек. Оның да қазақ тілінде міндетті түрде, орыс тілінде ақпарат болу керек. Оның аты біріншіден толық жазылу керек, өндіруші болу керек. Өндірушінің осы біздің елдегі өкілі, шағым қабылдайтын, сол туралы мәліметтер болу керек. Өнімнің жарамдылық мерзімі, шыққан күні көрсетілу керек, сақтау шарттары болу керек. Міндетті түрде бұл қанша 25 градус сақталу керек па, или болмаса одан төмен температура сақталу керек пе. Балалардың қол жетпей, балаларға бермеу керек деген мағлұматтар болу керек. Үшіншіден жаңағы тікелей мысалы күн сәулесі түссе, бұл өнім өзінің қасиетін жоғалтуы мүмкін. Сол сияқты сақтау шарттарында мағлұматтар болу керек. Және де жанама әсерлері бар ма? Бұл ертең соның бәрін білу керек. Өйткені адамда бір реакция болса, ертең ол неден болатынын адам білу керек қой. Және де қарсы көрсетілімдері, бұл кімге арналған, қай жастан бастап ішуге болады? Мынау жүкті әйелдерге ішуге бола ма, бала емізіп жүрген әйелдерге ішуге бола ма, болмаса созылмалы аурулар бар адамдарға қандай әсері болуы мүмкін? Сол ақпараттың бәрі осы таңбалауында болу керек. Егер де бұл ақпараттар таңбалауында болмаса, жаңағындай бұл өнімді алуға кеңес бермейміз. Жалпы өзі осы биологиялық белсенділерді дәрігердің нұсқаулығынсыз ішуге бола ма? Негізі енді сіз ауырып жүрген адам болса, оған дәрігер дәрілік заттар береді, препараттар береді. Ертең сіз мына жаңағы биологиялық белсенді қоспаны алып, оның үстіне ішетін болсаңыз, болмаса кейбіреулер дәріні алып тастайды да, жаңағы биологиялық белсенді қоспаны ішетін, емделемін деп. Ол уақытта мүмкін жаңағы дәрілік зат пен биологиялық қоспаны екеуі қатар ішу болмайтын шығар. Дәрігермен міндетті кеңесу керек. Осы қоспаны мына дәрімен қосып ішуге бола ма, болмай ма, қандай әсер болады? Бұл соның бәрі міндетті түрде дәрігермен кеңесу керек. Жаңа өзіңіз жоғарыда айтып жатсыз ғой, жарнама деп. Осы елдің көбісі сол жарнаманың жетегінде кететін сияқты. Кез келген осы биологиялық белсенді қоспаны жарнамалағанда, әлеуметтік желілерде, интернетте қарасаңыз, құлан таза айықтыратындай, сізге бір 100 жас қосып беретіндей жарнамасы енді жер жарып тұрады. Шындығында тұтынушының ешқайсысы осы алған өнімнің құрамын барып арнайы жерге тексертіп жатқан жоқ шығар. Әрине, ондай тексерттім деген әлі естіген жоқпын. Өйткені жаңағы белгісіз, бұл негізі былай қарасаңыз белгісіз өнім ғой, сыртында түкте жоқ. Мүмкін ол сізге ішуге келмейтін шығар. Қытай тілінде ма, ағылшын тілінде ма, не жазып қойған білмейсіз. Ертең сіздің организміңіз бұған аллергияңыз бар шығар, құрамындағы бір компонентке. Магний бар, или басқа бір минералдар бар. Соның біреуін сізге келмейтін шығар. Сондықтан да бұны міндетті түрде қазақ тілінде, орыс тілінде жаңағы таңбалау бар өнімдерді алу керек. Жарнамаға қатты негізі назар аудару керек. Бұл жаңағы құлан таза айықтырып жібереді, жазылып кетесің деген бұл биологиялық белсендіге келмейді. Бұл дәрілік зат емес, сондықтан оны олай жарнамалауға болмайды. Соның өзі мына жарнамаға сын көзбен қарау керек та. Бұл дұрыс жарнамалап отыр ма? Дұрыс жарнамалап отса, соның өзі белгілі ғой. Бұл өнімді жарнамалаған кісінің өзі білмейді негізінде. Ол рас. Құрамы, қалай әсері, ол тек адам тұтынушылар жинап алып, өзіне пайда табу болды. Көп жағдайда адамдар өздерінің эмоциясына алданатын сияқты. Мен осы жаңағыдай биологиялық белсенді қоспаны ішкелі, осы жерім жазылып қалды, я болмаса түрім жақсарып болды, я болмаса бір артық салмағымнан арылып қалған сияқтымын деген сияқты. Оның бәрі болғаның өзінде уақытша не ғой, мүмкін емес енді. Көз алдау дейміз ғой. Көз алдау. Биологиялық белсенді қоспа, бағана айтқанда, ол дәрілік зат емес, ол емдемейді. Ол тек организмге тамақтану рационын толықтыру үшін керек. Қорек заттарын оны толтыру үшін керек. Ол
таза ем емес. Иә, ол адамның иммунитетін көтеруге көмектеседі, өзінің мынау денсаулығын нығайтуға көмектесуі мүмкін. Ал дәрілік зат ретінде мына емдеп шығады дегенге сенуге болмайды. Сондай жаңа жарнамаға негізі сын көзбен қарау керек та, содан белгілі бұл жарнамалап отырған кісінің өзі заң бұзушылықпен жарнаманы беріп отыр. Бұрындары деймін, осы биологиялық белсенді қоспаларды осыдан бірнеше жыл бұрын спорт саласында жүрген адамдар ғана тұтынатын сияқты болатын. Олардың өзі арнайы бір өздерінің дүкендерінен барып қана сатып алып солай тұтынатын. Қазір кез келген адам интернет желісі арқылы тапсырыс беріп тұтына береді. Осы тұста биологиялық белсенді қоспалар енді интернет арқылы, әлеуметтік желі арқылы сатылғанда оған бір қандай да қадағалау, сатуға болмайды деген. Енді интернет дүкендерден сатуға болмайды деген жоқ, сатуға болады, бірақ жаңағы жарнамалау талаптарын сақтау керек. Бағанағы айтқан біз мынау дәріханаларда, сауда желілерінде сақталатын талаптарды бұларды орындау керек. Бұлар да мемлекеттік тіркеуден өткен, жаңағы техникалық регламенттерге сай, санитарлық талаптарға сәйкес келетін өнімдерді сатуға болады. Ал жаңағындай не сыртында таңбалану дұрыс емес, мемлекеттік тіркеуден өтпеген, мынау техникалық регламенттерге сәйкес келмейтін өнімдер сатуға болмайды. Иә, бағана айтып отырмын ғой, жаңағы жарнаманың өзінде тура дәрілік заттың асып түсетіндей қылып жарнамалайды. Ол дұрыс емес. Кейбіреулердің белгілі дәрігерлердің бағана айтқандай белгілі адамдардың қасиетін пайдаланып сондай жарнама жасайды. Ол да дұрыс емес. Енді биологиялық белсенді қоспаларды өткізу барысында қандай заң бұзушылықтар жиі кездеседі, оны сіздер енді көп кездестіріп жататын шығарсыздар. Иә, енді біздің мамандар жаңа айтқандай мынау Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, жаңа интернет дүкендердің түгел жарнамаларын қарап отырады. Бұл жаңағы профилактикалық бақылау дейді, объектіге бармай жасалады. Сондайлар жүргізгеннің өзінде жаңа жарнамаларында жаңағындай кемшіліктер көп заң бұзушылықтар болады. Біріншіден жиі кездесетіндер бұл таңбалаудың болмауы. Бағана айтып отырмыз ғой, ең бірінші жаңағы адам білмейді, тұтынушы не алып жатқанын білмейді. Ал оның таңбалауында қазақ тілінде не орыс тілінде ештеңе жоқ. Екіншісі бұл жаңылыстыратын жарнама. Адамды жаңылыстырмау, шатастырмау керек. Жаңа айтқандай бұл жарнамада бұл биологиялық белсенді қоспа ма, сол туралы болу керек. Оның қандай әсері бар? Қосымша дәрі ретінде оны жарнамалауға болмайды. Енді одан кейін үшіншілер бұл сақтау талаптарының сақталмауы, үшін жиі кездесетін жаңа бұзушылықтар. Енді өзіңіз білесіз ғой, кейбіреулер сумкаларға салып, әр мекемелерді аралап жүріп сатады. Онда сақтау шарттары қалай сақталады бұндай жағдайда? Оның өзін бір белгілі температура сақтау керек, күн түспеу керек дегендей, сол сияқты жаңағы жағдай сақтау шарттары сақталмаған жерде сатады. Одан кейін төртіншісі бұл жаңағы өнімнің шығу тегі белгісіз. Кім шығарған, қайдан шыққан, кім әкелген, қайдан келген, оның бәрі белгісіз. Осындай бұзушылықтар жиі кездеседі негізі. Енді тұтынушы биологиялық белсенді қоспаларды сатып алар алдында неге назар аудару керек? Жаңа сіз айтқан қорапқа, ақпарынан басқа, мысалы үшін жаңа сатып отырған адамдар лицензиясын, я болмаса ақпарын сұрауға құқылы ғой. Мына тұтынушының бәрі басқа тамақ өнімдері, тағамдар сияқты осы биологиялық белсенді қоспаларға да қажетті құжаттар болу керек. Тұтынушы сұрауға құқысы бар. Сауда жасап сатып отырған сатушы сұраған құжатты көрсету керек, беру керек. Жаңа мемлекеттік тіркеу бар. Бұл есептік нөмір растауынан өткен. Неге осы біздің Қазақстанда сатылуға рұқсат деген қағаздар бар, болу керек, құжаттар. Сонымен қарау жаңағы биологиялық белсенді қоспалар расталады. Оның қауіпсіз екені, оның тиімділік екені осы құжаттар ғана растайды. Сондықтан міндетті түрде тұтынушы оны талап ету керек сатып алар кезде. Енді биологиялық белсенді қоспаларды ағзада қаншалықты барын жоғын, я болмаса қажеттілігі туындап тұрған тексеру үшін міндетті түрде тексерістен өту керек па, әлде жоқ, кез келген ағзаға тұтына беруге бола ма? Енді бағана айтқандай, бұл мысалы сіз адам бетіне қарап отырып, оның сіз қаныңызда немен жетпейтін білмейсіз, темір жетпей ма, басқа
да минералдар жетпей ма, сіз білмейсіз ғой. Сондықтан да ол дәрігердің кеңесі керек. Мысалы біз мына қанның биохимиялық зерттеулерін өтеді ғой. Сонда адам анализдерін тапсырған кезде белгілі, онда немене бар, не жетіспейді. Жайдан жай іше беруге болмайды ғой. Мүмкін сізде бұл элемент көп шығар. Ол артық болады, сізге кері әсері болуы мүмкін. Басқа бір жетіспейтін минерал болуы мүмкін. Не дәрумен болуы мүмкін. Сондықтан да енді мен ойлаймын, адамдар, тұтынушылар бостан босқа іше бермейтін шығар. Көбісі мынау ауырғаннан кейін енді анализдерін тапсырады ғой. Сонда қарайтын шығар. Негізінде кейбіреулер сөз береді, жарнама қайрайды да, осы мен өмір бойы жас болып қаламын деп жаңағы қоспаларды бірден кейін бірі іше береді. Ол зиян болуы мүмкін. Осыда енді санитариялық эпидемиологиялық бақылау деп жатамыз ғой. Сіздердің тараптарыңыздан қандай да бір арнайы алып қоспаларды бақылап көрген деген ондай жағдай бола ма? Әрине, енді біздер жаңа бағана айтқандай ең бірінші бармай объектке профилактикалық бақылау жасайды. Бұл жаңағы әлеуметтік желілерде не бар, соны қарайды, қалай кім жарнамалап жатыр, кім не сатып жатыр, оны бір бақылап отырады. Одан кейін тұтынушылардан өтініш түсуі мүмкін. Жаңағыдай біреу сатып алады, белгісіз бірдемені. Одан ішкеннен кейін оған организм жақпайды. Ертең бір аллергия реакция бола ма, басқа іш ауыра ма, бас ауыра ма, сондай бір қосымша реакциялар болғаннан кейін бізге жаңағыдай өтініштер түседі. Өтініштерде жаңағыдай барып көрсетіп қайдан алған. Сол кезде біз жаңағы объектіге барып жаңа тексерісті ашып, біздің прокуратура органында объектіге барып жаңағы айтқан өнімі сол объектте бар ма, сатыла ма, қалай сатылып жатыр, жаңағы түгелдей таңбалану дұрыс па, оның мемлекеттік тіркеуі бар ма, қандай құжаттары бар, соның бәрі тексеріледі. Және де біз тағы да біз ана сатып алып, мына біздің сауда желілеріндегі өнімдерде қауіпсіздігін бақылап отырамыз. Сатып аламыз, біздің орган сатып алады, сосын барып зертханаға тапсырамыз. Сол зертханалық зерттеулердің нәтижесімен қараймыз, өнімдер сәйкес келе ме, келмей ме. Қалай болғанда да тұтынушының денсаулығына сіздердің тараптарыңыздан жауапкершілік те алаңдаушылық та басым ғой. Әрине, бұл да біздің осы санитарлық қызметтің бір басты бағыттарының біреуі. Жалғыз біздің жаңағы жұқпалы аурулар, басқа да мынау еңбек жағдайлары, енді бағыттар көп қой, соның бір басты бағыттың бірі осы биологиялық белсенді қоспалардың қауіпсіздігін бақылау. Осы бағдарламаға дайындық барысында біраз сүзгі жасадым, ақпараттық. Осыда биологиялық белсенді қоспалардың көбісі жаңа әлеуметтік желі арқылы тапсырыспен келеді дедік қой. Көбісі отандық өнімдер емес екен. Ана елдікі, мына елдікі деген сияқты жарнамалар көп жүреді. Олармен сіздердің байланыстарыңыз бар ма жалпы? Енді интернет дүкендермен тікелей байланыс қиындау, жаңағыдай айтқандай, Инстаграм, Фейсбук, жаңағы интернет дүкендерінің жаңағы сайттарын қарап, солар арқылы содан кейін бізге кемшіліктер, қателіктер болып жатса, бұл жаңағы сол парақшаларына біз хат дайындап жібереміз. Мынандай сіздердің бұзушылықтар бар. Жеке адамдардың парақшаларына да шығасыздар, иә? Иә, қайсы кімдікі жүреді, соларға мысалы біз кейбіреулерін тіркелген дұрыс парақша болады. Кейбіреулерін белгісіз парақшалар, оларда кім жасап жатыр белгісіз, ондайлар да болады. Онда біз хат жіберіп, жаңағыдай осы Инстаграмдағы парақшаларына, жаңағы Фейсбук болсын, қайсына болсын, осы кемшіліктерді жоюды талап етеміз. Орындап жатады, жаңағыдай түзетіп, алып тастап, ондай жарнамаларды. Жаңа өзім айтып жатырмын ғой, енді көп жағдайда бұл биологиялық белсенді қоспалардың біразы өзге елдің өнімдері екен деп. Қарсы көрсетілімі болған жағдайда, я болмаса денсаулығына қандай да бір салдары болған жағдайда, ертеңгі күні жауабы кімнен деген мәселе ғой. Олай болса, құрметті көрермен, бізде тағы да аздаған жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Хабарымызды жалғастырса, хабарымыздың аяқталуына санаулы минуттар қалды. Осы тұста енді тұтынушыларға жалпы тиімді ақпар болсын. Биологиялық белсенді қоспаларды тұтынғаннан кейін қандай да бір күмәнді әсері, салдары болса, қайда барып шағымданған дұрыс? Егер де жаңағыдай биологиялық белсенді қоспаларды пайдаланғаннан кейін бір өзінің күмәнді жағдайлар туындаса, бір басқа да реакциялар болса, өзінің бір
түсініксіз жағдайда болып жатса, онда біздің мына Google көшесі 46 бөлшегіш мекен жайындағы осы біз Қазбекованың санитарлық-эпидемиологиялық басқармасына біз канцелярияға келіп жүгінуге болады. Оған жаңағы дәлелді сатып алған, қай жерден сатып алған, оның чегі болу керек. Алған жаңағы өнімнің атауы бәрі болу керек. Суреті түгел. Содан кейін барып бізге өтініш жасайды. Өтініш арқасында біз жаңағы тексеру мүмкіндігі болса, объектіге шығып, жаңа қай жерден алды, соған тексеру жүргізе аламыз. Енді эфир аяқталып қалды ғой. Халық айтатын біздің негізгі мақсат халықтың мынау денсаулығын қорғау, қауіпсіз мынау өнімдерді қамтамасыз ету. Сондықтан да мынау кәсіпкерлерге айтатынымыз, олар заң талаптарын сақтауға шақырамыз. Дұрыс жарнамалап, дұрыс сатсын, жаңағы белсенді қоспаларды ал. Тұтынушыларға айтатынымыз, осы биологиялық белсенді қоспалар сатып алар кезде мұқият болу керек. Бағана айтқан өнімдердің мемлекеттік тіркеуі бар ма, жоқ па қарау керек, таңбалауына назар аудару керек, міндетті түрде жарамдылық мерзім қарау керек. Бағана айтылған сақтау шарттар, осының бәрі түгел таңбалауында болу керек. Егер ондай өнім болмаса, оны алмауға кеңес береміз. Денсаулықты қатерге тікпеген абзалсыз. Әрине, тәуекел жасамау керек. Өйткені белгісіз өнімді алғаннан кейін оның ішінде не бар екен, қандай компоненттері бар, оның ішінде мүмкін қауіпті заттар бар, ауыр металдар болуы мүмкін, организмге өте зиян, немесе рұқсат етілмеген компоненттер болуы мүмкін. Сондықтан да өнімді сатып алған кезде мұқият болып, жаңағы талаптарға басты назар аудару керек. Осыны орындаса, белгісіз өндірушіден шыққан биологиялық белсенді қоспа сатып алмаса, ойлаймын, денсаулығына зиян келмейді деп. Егер де денсаулығында өзінің бір мәселе туындаса, денсаулық бойынша дәрігерге бару керек. Дәрігермен ақылдасу керек, кеңесу керек. Дәрігер қарап, содан кейін барып, өзінің дәрілік заттарын бере ме, қосымша осы жаңағы қоспаларда ішуге кеңес бере ме, ол дәрігердің кеңесінен кейін пайдалану керек. Түсінікті. Олай болса, Нұрлан Мақсұтұлы, бүгінгі сөйлесу сұхбатыңыз үшін көптен көп рахмет. Тұтынушыларға айтар ақпар, енді өздеріңіз үшін денсаулық сіздердікі, жауапта сіздерден болу керек. Осы тұста, егер сіз қандай да бір биологиялық белсенді қоспалардың заңсыз жарнамасына ермесеңіз, оны саудалаушы, яғни заңсыз кәсіпкер де өзегімен нарықтан шығып кетер анық. Егер тұтынушы болмаса, кәсіптің жүрмейтіні де белгілі ғой. Олай болса, денсаулықтарыңызға ден қойыңыздар, аман сау болыңыздар.